студенттер, мектеп тарихы халқымыз тәуелсіздігін алып, егемендігін жариялағаннан кейінгі жылдан басталады. Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1992 жылғы 21 қаңтар күнгі нөмір 51 қаулысы және Қарағанды облысы әкімдігінің 1992 жылғы 25 наурыздағы нөмірі 107 қаулыларына сәйкес номер 76 мектеп 1992 жылдың 1 қыркүйегінен бастап жалпы білімді қазақ тілінде беретін орта мектеп болып өзгертілді. 1992 жылы желтоқсанның 17 жұлдызында Қарағанды қаласы Октябрь ауданы нөмір 76 мектепке Әлихан Бөкейхан есімі берілді. 1997 жылы желтоқсанның 19 жұлдызында біздің мектебімізде Әлихан Бөкейханға арнап Әлихан тану және өлке тану мұражайы ашылды. Сонымен қатар алдарыңызда мектеп тарихы мен Әлихан Бөкейханға арнап жазылған мектеп ұстаздарының және оқушыларының баспа беттеріне шыққан материалдармен, жобалармен таныса аласыздар. Мұражайымыздың негізгі бөлігі Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханға арналады. Бұл сөреден сіздер Әлихан Бөкейхан мен Алаш зиялыларына арнап өткізілген конференцияның жинақ материалдарымен таныса аласыздар. Бұл сөреден Әлихан Бөкейханнан тараған ұрпақтармен жақынырақ таныс бола аласыздар. Қырағы қия жазбас сұң қармай, қажымас қашық жолға тұлпармай, үйілген нөлексені өрге сүйреп, шығармақ қырбасына іңкәрмай деп Ахмет Байтұрсынұлы Әлихан Бөкейханның қазақ халқының болашағы үшін жасаған еңбегіне баға берсе, Сұлтанмахмұт Торайғыров түймеге жарқылдаған, алданбаған, басқадай бір бас үшін жалданбаған, қайткенде алаш көркер деген ойдан, басқа ойды өмірінде малданбаған. Ендеше Әлихан қазақ зиялыларының кемел бейнесі. Бабамыздың ерен еңбегімен артына қалдырған тағылымы мол мұрасына Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Қошке Кемеңгерұлы және де Көкбай Жанатайұлы сынды ақын жазушыларымыз өз бағаларын берген. Бұл жерден алаш қозғалысы және қазақ зиялылары, сонымен қатар Әлихан Бөкейханның шығармалар жинағымен және де қазақ ұлт-азаттық қозғалысы томдар жинағымен және қазақтар көпшілікке арналған анықтамалар жинағымен танысып көре аласыздар. Бұл жарыққа аяқ басып туған жер, кіндік кесіп, кірімсен де жуған жер, жастық алтын қайтып келмес күнімде, ойын ойнап, шыбын шерке қуған жер деп, ақын ағамыз жырлап кеткенде, Ақтоғай жері қасиетті де киелі өңір. Әр қазақты көтеретін өз тілегі болатыны кәміл. Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан 1866 жылы Тоқырау болысының Ақсұрантау маңындағы 7-ші ауылында дүниеге келген. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Ақтоғай селосындағы Әлихан Бөкейхан атындағы қазақ орта мектебінің ғимараты. Мына жерде үш арыс Жақып Ақбаев, Әлімхан Ермеков және де Әлихан Бөкейханға арналған ескерткіш тақта. Ескерткіш тақта 1998 жылы ашылған. Мына жерде 1997 жылғы саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған мемориалдық ескерткіш. Ескерткіш 2007 жылы ашылған. Алаш ардақтысы Әлихан Бөкейханның ата-анасы мен туыстарының зираты Талды бейіт. Мына жерде Әлихан Бөкейхан өмірге келген жеке жал немесе Қасымхан қыстақ 1850 жылы салынған. Ал мына жерден сіздер бабамыздың туған жері атамекен жайында көре аласыздар. Әлихан Бразилиядан арнайы алдырған шынар ағашы. Ал мына жерде осы шынар ағашының суреті. Мынау жаңағы айтып кеткен Әлихан Бөкейханның ата-анасы мен туыстарының зираты Талды бейіт. Ал мына жерде солдан оңға қарай қарындасы Нұрбегім және де балалар мен жиендері. Сұлтанмахмұт Торайғыров алаш ұраны.
Алаш туы астында біз алаштың баласы, күніміз туып көгерді сарыарқаның даласы. Құрт аурудай жайлаған, құртпаққа бізді ойлаған, қанымызға тоймаған, қолымызды байлаған, ерімізді айдаған, елімізді лайлаған, жерімізді шимайлап, өшті залым қарасы. Жасасын алаш, жасасын. 20 ғасырдың басындағы Алаш партиясының негізін қалаушы алып тұлға Әлихан Бөкейхан. Әлихан Бөкейханмен бірге Алаш партиясы мен Алашорда үкіметі үшін қызмет жасаған Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Мағжан Жұмабаев және Мұстафа Шоқай. Әлихан Бөкейханның саяси іске араласуына халықтың ауыр тұрмысы мәжбүр еткен. 20 ғасырдың басында ұлттық сана, тәуелсіз мемлекет туралы ашық айтуға тыйым салынған. Сондықтан да Алаш партиясының Әлихан Бөкейхан сынды көрнекті өкілдері халықтың ұлттық санасын оятып, тәуелсіз қазақ мемлекетін құруды армандаған. Ал бұл бөлімнен Алаш партиясының белді өкілдерін, сонымен қатар Алаш партиясы программасының жобасымен, Алаш қозғалысына мүше болған азаматтар тізімімен және де Алаш партиясының құрылуы, таралу тарихымен таныс бола аласыздар. Мұражайдың бұл бөлімнен алты алаштың ардақтысы Әлихан Бөкейханның туған туыстары, ұрпақтары жайлы мәлімет ала аласыздар. Әлихан Нұрмұхаметұлы және жұбайы Ольга Яковлевна. Қызы Зейнеп, күйеу баласы Смағұл Сәдуақасұлы және немерелері Елена мен Евгений. Әлихан Бөкейхан ұрпақтарының 1992 жылы Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Ақтоғай селосында болғандағы кезі. Әлихан Бөкейханның етене жақын туыстары. Жас Әлихан танушы Ердос Жақсылықұрымның мұрағатынан алынған жәдігерлермен, дереккөздермен жақынырақ таныс бола аласыздар. Алты алаштың ардақтысы Әлихан Бөкейхан, ұлы қоғам және мемлекет қайраткері, сындарлы саясаткер, ғұлама ғалым, ормантанушы, ірі маман да экономист, парасатты педагог, зерттеуші маман, тұңғыш абай танушы, көркем аудармашы, көп тілді публицист, қазақтың тұңғыш энциклопедисі, айтулы әдебиет танушы, жазушы, Алаш партиясының жетекшісі, Қазақ автономиялық республикасының төрағасы, сыншы әрі этнограф, қазақ ұлтының кемеңгері, ұмытылмас ұлағатты тұлға, көсемсөздің қас шебері. Әлихан Бөкейхан тар жол тайғақ кешуде, қуғын сүргінде өмірі өксумен өткен есіл ер. Бұл бөлімде көретіндеріңіз Қарқаралы уезінің бастығы атынан берілген куәлік, әдеби ғылыми зерттеу жұмыстарына берілген пікір, Омбы техникалық училищесіндегі мұрағаттағы Әлихан Бөкейхан туралы құжат. Бұл Әлихан Бөкейханға арналған бюст. Авторы Дәулет Ізбасарұлы, 1997 жыл. Тегінді білу тектілік демекші, Ердос Жақсылықұлының құрастырған шежіресімен таныс болыңыздар. Әлихан Нұрмұхаметұлы Бөкейхан қазақ руларының ішіндегі осы күнге дейін Ақсүйек деп аталатын ұрпаққа жатады. Бұған Шыңғысхан ұрпағынан тараған төре деп аталатын ру хандар мен сұлтандар жатады. Әлихан Бөкейхан біздің есебіміз бойынша Шыңғысханның 23-ші ұрпағы. Шыңғысханнан Жошхан, Жошханнан бірнеше ұрпақ тарап келіп, Барақхан, Барақханнан Бөкейхан, Бөкейханның 3 баласынан тарап келіп, Нұрмұхамет, Нұрмұхаметтің 6 баласының бірі Әлихан, Әлиханнан Үгедей, Зейнеп, Үгедейден Евгений, Петр, Петрдан Даша тарайды. Ер қаруы, бес қаруы. Мына бөлме біздің Әлихан бабамыздың жұмыс бөлмесі. Ал мына жерде біздің бабаларымыздың қолданған қару-жарақтары садақ, жебе, қорамсақ, шоқпар, айбалта, қанжар, қалқан, қылыш, найза.
Кигіз үй қазақ халқының ежелден келе жатқан баспанасы. Кигіз үй қыста жылы, жазда салқын. Бір сөзбенен айтқанда тұрмыстық жағдайға өте қолайлы. Және кигіз үйдің іші күнделікті тұрмысқа қажетті құрал жабдықтармен жабдықталған. Бұл жерден көріп отқандарыңыздай ер-тоқым және де қазақ халқының ұлттық киімдері, сонымен қатар қазақ халқының ұлттық аспаптары және де өздеріңіз көріп отқандай бесік.